сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Сіздермен бірге Сәлімбай Гүлнұр, және бүгін бізде қонақта Сая ханым, психолог, психотерапевт, еліміздің ең білікті мамандарының бірі. Сая ханым, қош келдіңіз. Рахмет, Сізді шақырғаныңызға. осы саланы таңдауға сізге не әсер етті? Психолог, психотерапевт болуыңызға қандай себеп, қандай фактор әсер етті? Бізде негізі мамандықты 17-18 жасымызда таңдаймыз ғой, немесе одан ерте, мектепте шығарма жазамыз деген сияқты. Мүмкін қазір бір тесттер тапсырады ма? Мен енді бір нақты айта алмаймын. Сол кезде бір саналы түрде жан-жағымды байыптап, бір дәл осындай психолог боламын деп таңдадым деп. Жалпы мен бір 18 жасында ондай бір маңызды шешім қабылдау ерте жас қой, бірақ енді менің жолым болды деп ойлаймын. Биологияны жақсы көрдім, психологияны таңдадым, психологияны бітірдім. Әрмен қарай не істеймін деп ойладым. Өйткені әдетте жоғары оқу орнында психологияны бітіргеннен кейін әрмен қарай жаңағы клиент қабылдап, терапияны бастап кету өте ерте, мүмкін емес. Жалпы жоғары оқу орнының міндеті ол емес. Бізді жаңағы клиентпен жұмыс істеуге дайындау емес. Ол бір базалық білім береді, қолыңа типтік диплом ұстатады. Әрмен қарай не істейсің, не шығарасың, немесе сол дипломмен психолог болып дайын тест, методикалармен жұмыс істейді ма адам, ондай да бар ғой. Келеді, артық ешқандай әңгіме жоқ. Психолог дайын бір тесттерді береді, адам жазып шығады, одан кейін психолог тек кілтіне қарап, нәтижесіне қарап, өзінің бір рекомендациясын айтады, сонымен бітті. Бұл психологтың бір жұмысының түрі. Біз кейде мектеп психологтарынан, мүмкін емханадағы психологтардан адамдар өте үлкен нәрсені талап етіп жатады, неге былай істемейді, неге мынаны көмектеспейді, білмеймін, енді бір бұрыннан келе жатқан бір тұлғалық мәселелерді неге емдемейді деген сияқты. Ол адамның оның міндетіне кірмейді, солай деп айтайық. Ал егер сол психологияны бітіргеннен кейін, мен қазір бұны толық айтып жатқан, адамдар көбінесе сұрап жатады, не істеймін? Сосын адамдар инстаграмдағы курстарды оқып алып, терапия жүргізуге болады деп қазір көп алданып жатады. Жоқ, психолог болғаннан кейін біз бірінші терапияның түрін таңдаймыз. Өте көп терапияның түрі. Менің таңдағаным психоанализ, бұл классикалық әдіс. Бір ғасырдан астам тарихы бар, өте үлкен теориялық базасы бар. Басқа ешқандай, мен оны шынымен өзім үлкен сеніммен де айтам, үлкен мақтанышпен де айтам. Басқа терапияның бағыттарында дәл психоанализдей сондай бір алтын қор жинаған, сонша теория жинаған, сонша кітап жазылған сала жоқ. Басқа терапия оқытушылары психоанализдің кітаптарын пайдаланады оқытқан кезде. Бірақ енді мен бір өзімнің ішімде бір пендешілік бір ренішім бар. Неге айтпайды деймін да? Неге ол кісілер психоанализдің теориясымен оқытып жатырмыз деп айтпайды, ал психоанализді бір ұзақ, қиын, түсініксіз деп сондай бір қаралауға тырысады. Кейін адам сол терапияның бағытын таңдағаннан кейін, соның ішінде әр саланың өзінің, әр терапия бағытының өзінің уақыты бар, оқиды. Бір жер 5 жыл оқытады ма, бір жер 6 жыл оқытады ма. Бірақ енді бұл шартты уақыт, өйткені психологтар әдетте өздері бір сүйіп таңдаған мамандығы болса, соны жақсы көріп тұрса, олар өмір бойы оқиды. Өйткені сен бірінші мысалға бір базаны оқисың, одан кейін ұңғыл-шұңғылына үңіле бергің келеді. Травма дегенге барғың келеді, ананда оқығың келеді, мынанда оқығың келеді, диагностиканы да оқығың келеді. Сол жағынан әрине психоанализде бір адамның мүмкін ғұмыры да жетпейтін шығар. Оқи беретін, іздене беретін нәрсе өте көп. Мысалға қазіргі таңда адамға тұлғалық ауытқуына байланысты, тұлғалық мәселелеріне байланысты диагностиканың мойындалған екі түрі бар. Ол психиатриядағы терминдер, психиатриядағы диагностика, сосын психоанализдегі диагностика. Осы екі нәрсе ортақ, түсінікті, барлық жерде пайдаланылады. Яғни мен бұл жерде айтқым келіп тұрғаны, әр бақа өзінің балшығын мақтайды ғой. Психоанализді осындай бір өте терең құбылыс болған үшін мен қатты жақсы көремін.
және қосқым келіп тұрғаны, 18 жасымда мен мамандық таңдаған кезде бұның барлығын әрине білген жоқпын. Тағы да айтамын, менің жолым болды, мен бір жолға түсіп кеттім, одан кейін ана жаққа бардым, мына жаққа бардым, жолымда жақсы оқытушылар кездесті. Және мүмкін тағы бір жолым болғаны, ол кезде Инстаграм мүмкін қатты дамымаған шығар. Егер қазіргідей әркім көз алдында көлбеңдеп, мен сені 3 айда анаған үйретем, 4 айда мынаған үйретем, 6 айда қолыңа диплом берем десе, мүмкін менің сол жерде ойым шашылып, сол нәрселерге көңіл бөліп, оқып кетіп, ал 10 жылдан кейін артқа қарасам, ештеңе білмейтіндей, ішімде ештеңе жоқтай әсер алар едім. Ал менің оқығаным сондай бір классикалық жол. 4 жыл мына жерде оқуым керек дедім, 4 жыл мына жерде оқыдым. 5 жыл мына группаға қатысу керек дедім, 5 жыл сол группаға қатыстым. Және осындай бір тәжірибені, осындай бір бастан кешетін бір әсерді ешқандай қысқа курс бере алмайды. Сондықтан бұл менің бір тағы да үлкен принципім. Маған адамдар жазып жатады, психолог болуды үйретесіз ба, бір курс жасайсыз ба, қалай адам қабылдауға болады. Мен ешқашан үйретпеймін. Өз басым жеке Сая Бахимова болып, мен психолог болып жұмыс істеуді ешқашан үйретпеймін. Мүмкін мен болашақта бір 20-30 жылдан кейін мектеп ұйымдастырам ба, мүмкін бір зерттеу бір орталығын, институт ұйымдастырам ба. Бірақ ол жерде мен арадағы мүмкін тек жаңағы дәнекер болам. Мен сондай психоанализдегі үлкен тұлғаларды, үлкен оқытушыларды алып келем, қазақшаға мүмкін аударам, осы жерде студенттер табамыз. Бірақ оның барлығы 10 жылдап, 5 жылдап іздену керек, оқу керек нәрсе болады. Адамдар, мен саған өзімнің тәжірибемді, 10 жылдық тәжірибемді берем, сен мен сияқты уақытыңды құртпай-ақ қой деп айтқан кезде сенуге болмайды ешқашан. Өйткені ол 10 жыл бойы бір өмірді бастан кешіріп жатты, Ол бір теория естіді, бір группаға қатысты, білмеймін, сол күні ұйықтады, бір түс көрді, ішіндегі ақпаратты қорытты, оқытушылармен қандай да бір адами қарым-қатынас болды. Бүкіл адамдар бар жерде, міндетті түрде бар ғой қарым-қатынас. Ол жерде бір конфликт болады, ақшаға қатысты, уақытқа байланысты. Адам бір ішінен бірдеңе сезінеді, неге мына оқытушы маған солай қарап тұр дейді. Сол оқытушымен одан кейін ара қатынасын түзеуге тырысады. Біраз уақыттан кейін түсінеді, ол мәселе ол оқытушыда емес екен ғой, мен екен ғой. Соның адамдарды сондай бір кейбір сөздерін, іс-әрекеттерін жаңағы тікенек сияқты қабылдап, жиырылып қалатын деген сияқты. Осының барлығы өмірлік тәжірибе ғой. Сондықтан меніңше қалай психолог болам деген кезде біреудің тәжірибесін ала қояйын, тез жүре қояйын деп емес, мен қалай өзім соны басынан кешіріп көрем деген жол таңдау дұрыс сияқты. Әркімнің өзінің соқпақ жолы бөлек дейсіз ғой. Жақсы. Жалпы осы терапияға қатысты өзіңіздің ұстанатын ұстанымдарыңыз бар ма? Терапия жасауда мынандай болса, қандай ұстанымдарыңыз бар адамдарға терапия жасаған кезде? Енді жаңа айттым, психоанализ ол бір ол жерде ереже де бар, ол жерде дәстүр де бар, ол классика. Мысалға психоанализге келген адам, психоанализбен айналысатын психотерапевт, егер біз әрқайсымыз отырып алып, менің мынандай ұстанымым бар, менің мынандай ұстанымым бар, ал ендеше клиенттермен осылай жұмыс істеу керек десе, онда ол жерде баяғыдан бір каша болып кетер еді. Сондықтан бұл жерде енді менің ұстанымым деп айта алмаймын, бірақ мен оқытушыларымнан үйренген, оқытушыларым өздерінің оқытушыларынан үйренген үлкен бір мектеп бар. Егер ең негізгісін қазір еске түсіретін болсам, мүмкін ол шекара мәселесі, шекара сақтау. Біз ешқашан клиенттерімізбен белгіленген уақыттан тыс, мысалға біреумен келісеміз, біз сізбен аптасына 1 рет жұмыс істейміз, немесе аптасына 2 рет, 3 рет жұмыс істейміз деген сияқты. Олдан тыс уақытта біз кафеге бармаймыз ол адаммен, киноға бармаймыз, немесе оның жаңа акиматта жұмыс істейтінін естіп алып, келесіде бір жеке шаруамыз болып қалғанда оған жазбаймыз. Сіз акиматта жұмыс істейтін едіңіз, ол маған справка алып беріңізші деген сияқты. Біз пайдаланбаймыз адамды. Ол адам ақшасын төлейді терапияның, сонымен бітеді. Бүкіл
қарым қатынас. Сондықтан ақша мәселесі де ол шекара мәселесі, уақыт мәселесі шекара мәселесі, және сол белгіленген уақыттың ішінде қарым қатынас болады. Сол уақытта ғана біз кездесіп сөйлесеміз деген ол да сондай бір шекара мәселесі. Ал сондай бір кейде жабайы анализ дейді, жабайы психология дей ма, мен естіп жатам, клиенттердің тойына барады, білмеймін, баласының тұсауын кесіп береді, сонымен бірге қыдырып жүреді, кафеге барады, бір орталық ашса барып жаңағы тұсауын кесіп береді деген сияқты. Классикалық психоанализде ол ондай сұмдық нәрсе. Жұмыс бабында қалу керек, ойыңызбен келісемін, негізі ол дұрыс. Өйткені ол жерде қаншама терапиялық жұмыстар болады, сол үшін де қашықтық сақтаған дұрыс. Сосын бір психологтан мынандай ұстанымы бар екен, бір психологтың. Ол кісі екі адамның қарым қатынасы, мысалы екі адам ренжісіп тұрса, әйелі мен күйеуі, екеуін бірдей қабылдамайды екен. Әйелі мен күйеуді бірге қабылдамаймын, себебі әйелі уже жаңа күйеу туралы картинканың бәрін жасап қойған, и күйеу келіп өзінің проблемасын айтқан кезде ол нәрсе дұрыс құрастырылмай қалады, пазлдар жетпей қалады дейді. Сол үшін де солай қабылдамайтын кісілер бар екен. Сізде ондай ұстанымдар жоқ? Толықтай келісемін. Бұл психоанализдің тағы бір алтын ережесі. Бізге бірінші кім келді, сол біздің клиентіміз. Одан кейін ол басында енді бір идеализация болады, басында бір жақсы қарым қатынас. Өйткені жалпы біз бірінші психологқа жету үшін, дәл сол адамның есігіне алдына келіп кабинетіне кіру үшін, ол адам туралы біздің ішімізде алдын ала бір жақсы идея бар. Ол заңды ғой, мына психолог жаман-ау деп келмейді ғой ешкім. Жақсы, маған көмектеседі деген, ол ішкі бір ата-ананың образымен ұштасып жатады, бір өмірінде қамқор болған образбен ұштасып жатады. Яғни алдын ала шамалы идеализация болады. Сол идеализация кезеңінде, бастапқыда адам айтады: ой, сіз деген сондай жақсы екенсіз, күйеуімді де сізге жіберейін, менің балаларымды да қарап беріңізші, білмеймін, подругаларыма айттым сіз туралы, бәрі сізге жазылғысы келеді. Бірақ егер біз сол жерде жаңа адаммен келісіп, оның идеализациясына қосылып кетсек, біз оған зиян жасаймыз. Біз шамалы күтеміз, ол кезең өтеді, біраздан кейін басқа қарым қатынас басталады. Шынайы психоанализдің үлкен бір мақсаттарының бірі адамды шынайы өмірге бейімдеу. Адамдар бір идеальный емес, барлығы бір жаңағы, білмеймін, керемет мейірімді емес. Біз қалай бармыз, солай бармыз әдетте. Біздің бәріміздің шектеулеріміз бар. Сондықтан әйел мен күйеуін бірге қабылдамайды, достар, жақын достарды, бауырларды қабылдамайды. Бір үйден мысалға бір бала келсе болды, басқа балаларды біз коллегаларымызға жібереміз. Өйткені бұл жерде енді біраз бір ішкі бір ұңғыл-шұңғылдары бар. Бірінші мәселе, ол екі адам міндетті түрде сөйлеседі терапия туралы бір-бірімен. Ал маманның адамдарға бір өзінің жасап қойған, мүмкін басында терапиялық бір жолы бар, бір жоспары бар. Мысалға, мына адаммен мен аптасына бір рет кездесем, өйткені әзірге бір рет оған жеткілікті. Ал мына адаммен меніңше бірден 2 рет кездесу керек, немесе 3 рет кездесу керек деген сияқты. Ал енді ол екі адам бір-бірімен сөйлескен кезде ол каша болады ғой. Мына адам қызғанады, маған неге көбірек бермейді деп. А мына адам керісінше уайымдай бастайды. Менде бірдеңе дұрыс емес па, менің проблемам сондай қиын ба, неге менімен 2 рет жұмыс істегісі келді деген сияқты. Ол ішкі бір тревоганы көтереді. Сондықтан біздің бір барынша қолдайтын нәрсеміз, тіпті айтпай-ақ қойса адам терапияға барып жүргенін. Өйткені кейде адамдар әлеуметтік желілерде көріп жатам, міне психологынан шықты, басқа бір адам өзінің психологынан шықты, шыға сала менің сонда инсайтым болды, мен былай деп айттым, психологым маған былай деп айтты деп. Сонда бір 40-50 сағатта жинаған сондай бір жақсы нәрсені адам алдыда лақ еткізіп шығара салды, қалың көпшіліктің алдына. Оның артында да бір мәселе бар ғой, адам жақсы нәрсені ішіне жинай алмайды, жақсы нәрсені өзіне сақтай алмайды, шамалы күте алмайды, шамалы сол ойларымен өзі қала алмайды деген сияқты. Ол да сол бір тревоганың әсерінен бірден шығарып тастағысы келіп тұр.
біз олай инсайтымызды, алған түйінімізді, эмоциямызды олай лақтырып тастаған кезде бізге өзгеру өте қиын болады. Кейде ондай адамдар айтып жатады, ақша жинай алмаймын дейді, жақсы қарым-қатынас сақтай алмаймын деген сияқты. Бәрі бір-бірімен байланысты. Сонда сіздің ойыңызша терапиядан шыққаннан кейін ол өзі толыққанды жаңағы осознание дейді ғой, сондайға келіп, түсініп, өзін толыққанды емдегеннен кейін барып қана бөліссе болады ма? Алған инсайттарымен, білімімен, лайфхактарымен. Адамда бірінші өзі өзгерістерін байқайтындай, өзі өзгере бастайтындай уақыт өту керек. Психоанализде мынандай термин бар, acting out деген, сыртқа шығарып тастау. Жаңа айтып тұрғанымыз ғой енді. Мысалға, бір сессия болды. Сессияның ішінде адам әңгімеден әңгіме шықты, бір ойдан ой туындады. Бір кезде байқады. Мен мысалға бірдеңеден қорыққан кезде, өзім ішімнен бірдеңені ойлап қорыққан кезде, жақын адамдармен ұрсып ашулана бастайды екем деген сияқты. Бірақ ол ой ондай бір жақсы ой емес, адамға шамалы конфликт беретін ой, біз айта алмаймыз, терапия ол тек қана жаңағы тек әдемі, қошиыс, керемет нәрсе деп. Ол жұмыс, ол ауыр эмоциялық жұмыс. Ол жерде адам өте көп энергиясын жұмсайды. Яғни жаңағы адамда іште мазасыздық туындады. Демек, осыған дейін ол қасындағы жақын адамдарына, күйеуіне, білмеймін, бала-шағасына, бауырларына, онда ол қиянат жасап келген екен ғой. Көп конфликті ол жасаған екен. Өйткені ішіндегі эмоцияларын ұстау қиын болды, бірдеңеден қорықты, бірдеңе жаңағы кемерінен асты да, аналарға атака жасап шабуылдады деген сияқты. Ол өте ауыр ой ғой. Өйткені оған дейін ол айтып келбеді терапияға келген кезде. Менің айналамдағылардың бәрі мені жақсы көрмейді, мені сыйламайды, менімен ұрса береді, маған күн бермейді, бәрі оңбаған деп келбеді. Біраз уақыттан кейін мынадай ойлар оған шамалы іштей дискомфорт берді. Егер ол сол ойымен шамалы жұмыс істесе, ішінде ол ой қалса, келесте ол міндетті түрде соған байланысты түс көруі мүмкін, түсін айтып келуі мүмкін. Мен сондай түс көрдім, демек сондай екен. Психоанализ түске мән береді, өйткені кез келген түс адамның өзінің продуктысы, өзі жасап шығарды. Бізге біреу келіп басымызға құйып берген жоқ. Біз қазір қызымызбен Степенворлдтың АДЖ деген балаларға арналған кітабын оқып жатырмыз. Сол жерде жаңа персонаж, жаңа құбыжық балаларға бөлмесіне түсікшемен түс береді, түсті үрлейді, сол түсті көреді. Психоанализдің идеясында түс біздің бейсанамыздың продуктысы. Біз өзіміз авторымыз. Бұл да көп адамға бұны мойындау қиын. Өйткені бәрібір адамдар жоқ, мен басқаша түстер көрем деп өздерін айтқысы келеді. Жаңағы адам сол ойымен шамалы өмір сүрмесе, ол өзгере алмайды. Ол келесіде келіп айтады, келесіде келіп бір ойын айтады. Одан келесіде тағы айтады. Ол айту мүмкін, мен келіспеймін. Сіз неге мені кінәлап тұрсыз? Мен оны кінәлаған жоқпын, бірақ қабылдады солай. Өзінің ойы өзіне соншалықты дискомфорт болғандықтан, енді ол осы жерге келіп шамалы атака жасау мүмкін. Сіз неге мені кінәлап тұрсыз? Негізі менің күйеуім сондай жаман адам, ол маған ұрса береді. Ал сіз келдіңіз де мені ойландырып қойдыңыз деген сияқты. Ол бәрібір бір кезеңді жүріп өтеді. Біраздан кейін бір өзінің ішінде ішкі тыныштық пайда болады. Бұрынғыдай агрессиясын төге бермейтін болады. Көп агрессиясын өзінің ішінде шамалы сақтап, өңдеп үлгеретін болады. Бірте ол адам айтады, менің қарым-қатынасым дұрысталды күйеуіммен, балаларым маған жақын бола бастады, балаларым маған әңгімесін айта бастады. Өйткені бұрын баласы келіп бірдеңе деп айтатын болса, баласына уайымдаймын деп, қорқам деп, мамасы айқайға басуы мүмкін. Не қарап жүрсің, қарамайсың ба, ойланбайсың ба деген сияқты. Әрине ондай ата-анаға балалар айтқысы келмейді, қорқады. Ал енді бірте отношениесі дұрысталды. Осы кезең керек бізге. Ал acting out деген жаңағы адам сол сессияда шамалы бір дискомфорт ой алды. Мүмкін басқалар 100% кінәлі емес шығар, мүмкін менің де бір нем бар шығар, мен де тірі адам емеспін ба деген бір ой алды. Бірақ ол ой соншалықты оған ауыр болды да,
ол шықты сол күні, сосын барды да күйеуіне айтты маған психолог, сен өзіңнің эмоцияларың ие бола алмай, сен ұрсады екенсің маған, сен бар психологқа барып дұрыстал жұмыс істе. Немесе пост жазды инстаграмға, адамдар өздері ұрыс бастайды екен да, өздерінің эмоцияларына ие бола алмайды екен, өздері бәріне кінәлі екен деген сияқты пост жазды. Логикасы түсінікті шығар, адам өзі ойлану керек бойды лақтырып тастады. Ондай жерде өте қиын. Жауапкершілікті басқаларға итеріп қойды ма? Иә. Кез келген адам басына енді қона бастаған идеяның барлығын лақтырып тастай беретін болса, сыртқа шығарып тастай беретін болса, терапия жүрмейді, ештеңе өзгермейді. Жаңағы өзіне келген ойларды ол кітапшасына, өзінің жеке дәптеріне жазса, егер өзі пайдаланса, пайдалану үшін, жаңағы жазған кезде көбірек ой келеді ғой, онда ол дұрыс, оны қолдайсыз, басқаларға шашпай, өзімен өзі сырласу. Егер сол кездесуден кейін ол подругасын шақырып алып, сен дұрыс емес өмір сүріп жүрсің, сен бұлай істеу керек, сен неге ұрса бересің адамдармен десе, ол актең аут. Ол жаңа өзінің ішін тырнап тұрған ойын лақтырып жіберді да, біреуді кінәлі қылып қойды да, құтылды жаңағы сезімнен. Сосын өзі босап қалды. Ал бізге шамал дискомфорт керек өзгеруге. Біз ешқашан сондай бір мамыражай, бақытты күйден өзгермейміз. Бізге бір шамал дискомфорттан өзгереміз. Өзімізді өзіміз түсініп, ашылу үшін уақыт керек екен, гүл сияқты, мысалы, гүлге де уақыт беру керек дейді ғой. Түсінікті. Таң атса кеш батып, уақыт деген қазір зымырап өтіп жатыр. Таңертең тезде жұмысқа барады, кешке үйге келеді. Осындай асығыстықтың салдарынан ба, қазір көп адамдарда стресс бар, алаңдаушылық бар, бір нәрсені үлгермей қалау деген сияқты бір іште сезім болады көп адамда. Сондай сезім не үшін туындайды, сондай сезімнен қалай арылуға болады? Осындай стресстен шығу үшін осындай сұрақпен келетін пациенттер деп айтсақ бола ма, клиенттер деп айтсақ бола ма, сондай кісілерге қандай кеңестер бересіз? Кез келген стресс бізге енді зиян емес деп айтуға болмайтын шығар, бәрібір әйтеуір стресстің бір зияны бар деп жатады ғой дәрігерлер. Бірақ енді солай екен деп біз мүлдем стрессіз өмір сүре алмаймыз. Ересек адам, ересек дені сау, психикасы сау адамның талпынатын бір межесі стрессіз өмір сүру емес, бірақ күнделікті өзінің өміріне керек, алдағы мақсаттарына жету үшін керек стресс деңгейіне төзе білу. Адамның бір 65 жасқа дейінгі кезеңі мүмкін ол бір 25-тен бастала ма, мүмкін кейбір адамдарда 35-тен бастала ма, бірақ сондай бір саналы уақыттан бастап 65 жасқа дейін кезеңі оның өнімді жылдары, продуктивный жылдары. Біз бір өзімізді аяп, жанайырлыққа салынып, ана жерде бүйтіп қалам, мына жерде сөйтіп қалам, маған жаңағы бетіме әжім түседі, маған бүйтуге болмайды, сөйтуге болмайды деп бір бункердің ішінде өмір сүре алмаймыз. Ересек адамның өмірінде болады стресс. Өйткені ол үйінен шығады, жұмысқа барады, жұмысында неше түрлі адамдардың неше түрлі сезіміне шыдайды. Өйткені адамның психикалық дені сау болған сайын оның бір жақсы бір шыдам деңгейі жоғары болады. Білмеймін, кейде өзіңіз де байқайсыз ғой, бір жерге бардық, шамалы банк қызметкері шамалы бізге бір дөрекілеу сөйледі, не деді, қағазды лақтыра салды. Бірақ әдетте біз тұра қалып ол жерде бір разборка жасамаймыз. Біз шамалы жұтамыз, немесе бір түсінуге тырысамыз деген сияқты, эмпатиямызды қосамыз, бір кеңдік танытамыз. Ішімізде бір образный түрде контейнер бар сияқты, сол контейнерге жаңаны салып, шамалы тынышталдырып, біраздан кейін қарасақ, менеджер де тынышталды, біз де тынышталдық, әрмен қарай жұмысымыз жүре бастайды. Кейде байқасаңыздар, адамдар сондай бір кішкентай нәрсеге шыдамайды.
кішкентай нәрсеге сен маған тиіп кеттің, сен маған қатты сөйледің, аяғын басып кеттің, итеріп кеттің, сен кімсің, қайда қарап тұрсың, мен саған қазір сені орныңа қоямын бірдеңе деген сияқты сондай бір ұрыстар әдетте бір түкке тұрмайтын нәрседен басталады. Яғни екі адамның сонда эмоциялық жағдайы, психикалық жай-күйі, психикалық аппаратының күйі екеуі екі түрлі ғой. Иә, кейде более здоровый ата-ана баласы бірдеңе істесе, ол шамалы өзі ойланып қалады, мен не істедім, неге балам ондай болды, қай жерде қате жасадым, енді мен не істесем болады, шамалы болашаққа қармақ тастайды. Ал екінші ата-ана, ол ешқандай ресурсы жоқ, өзінің ондай жақсы ата-анасы болған, мүмкін тәжірибесі аздау ма, баласын алды да ұрып тастады. Сен құтырып кеттің, еркелеп кеттің, ұруды өзің сұранып тұрсың, мені соған доводить еттің деген сияқты ұрып тастайды. Тағы да екі ата-ананың психикалық күйі екі түрлі, өйткені екеуінің стресске шыдау деңгейі екі түрлі. Сондықтан біз тағы да әлеуметтік желілердің біздің басымызға салып берген қиял-ғажайып ертегісіне сенбей, өйткені олар не дейді, таңертең асықпай тұр, білмеймін, қара, күнге қара, жаттығуын жаса, суыңды іш, вообще жылы жаққа кетіп қал, теңіздің жағасында өмір сүр, өзіңе ұнау керек жұмыс, 2 сағат жұмыс істеуің керек, сосын өзіңе ұнайтын хоббиіңмен айналысуың керек. Кім жұмыс істейді сонда? Кім жұмыс істейді, білмеймін, кім бір үлкен істер атқарады, сондықтан мүмкін дәл осы нәрсемен келген кезде мен бірінші мән беретін нәрсем адам өзінің күнделікті жұмыстарына үлгеріп жүр ма? Жұмысын істейді, ақшасын алады, ол ақшасына өзіне қамқорлық жасайды, үйінің ақшасын төлейді, тамағын төлейді, балалары болса балаларына күтім жасайды, мүмкін қалып жатса болашаққа деп бірдеңе жинайды. Егер ол сол нәрсені жасап жүрсе, болды, ол керемет адам. Ол көп нәрсеге өмірінде үлгеріп жүрген адам. Кейде адамдар осы бір нәрсені менсінбейді. Мен жұмысқа барам, келем, балаларыма қараймын, сабағын оқытамын, сосын шаршаймын, ұйықтаймын. Енді басқа не істейін деп едіңіз сіз? Сіз тірі адамсыз. Сіздің тәулігіңіздегі 8 сағатыңыз ұйқыға арналу керек. 8 сағат жұмыстасыз. Сіздің балаларыңыз бар. Сіз бір жасөспірім емессіз, уақыт түсінігі басқаша, жауапкершілік түсінігі басқаша. Шамалы адамды осы шынайылыққа әкелуге тырысамыз. Сіздің істеп жүргеніңіз уже көп нәрсе. Кейбір адамдар сол жұмысқа баруға да шыдамайды. Жұмыссыз жүреді, жұмысын істей алмайды. Өзіне өзі тамақ сатып алып жей алмайды. Сондықтан сіздің істеп жүргеніңіз уже көп нәрсе. Өйткені олар тағы да түрлі нәрселерден әсерленіп алады да, просто жұмысқа барып жүргені аз, оған еще спорт қосу керек, айына 40 кітап оқу керек, білмеймін, ананы істеу керек, мынаны істеу керек деген. Біз шамалы артық нәрселерден тазартамыз да, бірінші адамға өзінің сенімділігін өзіне береміз. Сіз бір көштен қалып жүрген жоқсыз. Оның барлығы бір неден емес, сен күштісің, молодессің деп айтпаймыз біз ешқашан. Өйткені молодессің деп кішкентай балаға айтады. Горшокқа жақсы барған балаға біз молодессің дейміз. Үлкен адамға біз олай айта алмаймыз. Бірақ уақыт өте келе шамалы ересек адам, барлық ересек адамның жақсы бір потенциалы бар. Терапияның кезінде өзі көп нәрсе ойлап, өзі-ақ көп нәрсеге жете алады. Біз бүкіл нәрсені оның аузына салып бермейміз. Уақыт өте келе түсінеді, менің істеп жүргенім шынымен де көп нәрсе, уже көп нәрсе. Мүмкін алдағы уақытта мен шамалы әлденіп алып, ресурсым жинап алып, мүмкін мен қосымша тағы бірдеңе істейтін шығармын деген сияқты шамалы тынышталады. Ал енді адамның бір өмір тарихын, күнделікті жоспарын, күнделікті режимін тыңдап отырған кезде кейде біз естуіміз мүмкін, кейде адамда бір артық стресс бар, керегі жоқ стресс бар. Өмірде оны шешуге болатын, құтылуға болатын. Бірақ ол адам соншалықты үйреніп қалған сол стрессіне. Мысалы 10 жылдап, мысалға бір қарым-қатынас, оны қатты шаршататын, қатты оны қажытатын, уақыт өте келе адам шамалы өзгертіп көрейін дейді, немесе тоқтатайын ол қарым-қатынасты дейді. Бір сондай бір сезімталдық пайда болады адамда. Мына нәрсе маған керек,
шыдау. Мгм. Мына нәрсеге шыдап керегі жоқ деген сияқты. Мгм. Сонда ондай үлкен ұзақ уақыт бойы келген стресстен арылу үшін ол адам өзі ойланып, өзі бас тартып солай құтылатын кезең пайда болады дейсіз иә? И ол үшін адам отырып ойлану керек иә? Уақыт өте келе бәрібір клиенттерден байқайтынымыз, бәрінің өмірі бірте-бірте жақсара бастайды. Мгм. Ол бір психоанализдің мақсаты емес. Мгм. Мысалға, кейде адамдар бір шақырып жатады ғой, кейде жаңа басқа мүмкін инстаграмдағы сондай рекламаларда, мен сенің табысыңды 3 есе өсірем, менімен жаңа күшті қарым-қатынас табасың, менімен аз жұмыс істеп көп табасың деген сияқты. Психоанализдің басты мақсаты ол емес, оны байыту емес, оны бір жаңағы үйін үлкейтіп беру емес. Психоанализдің мақсаты адамның психикалық аппаратының жұмыс істеу деңгейін сәл нығайтып беру, сәл көтеріп беру. Кейін ол адам сол деңгейде, психикалық аппараты шамалы жоғарырақ деңгейде жұмыс істейтін кезде, ол бәрібір бірдеңе істей бастайды. Тірі адам өткен бірдеңе істей бастайды. Ол басқа квартира алады, жалпы квартира алады, бұрынғы үйін үлкейтеді, өзінің бір қорқыныштарын басып, саяхаттауды үйренеді, рульге отырады, ақшасы молаяды, жаңа қарым-қатынас бастайды, немесе бұрыннан келе жатқан бір дұрыс емес қарым-қатынасты тоқтатады. Кейде болады ғой қыз-келіншектер мысалға, әйелі бар еркекпен көп жылдап жүреді, оның қанша энергиясы кетіп жатыр, қанша оның уақыты кетіп жатыр, қанша ресурсы, жастығы кетіп жатыр, бірақ әйел бір жүре береді. Терапияда шамалы нетеді. Сондай бір дені сау ашу пайда болады, не істеп жүрмін мен? Сен маған не керегің бар? Мен неге өзімді ойламаймын деген сияқты. Сондықтан біз психоанализде адамдардың прогрессін ешқашан машина сатып алды, үй алды деп бағаламаймыз, бірақ оның өзіне өзі болып жатады. Біздің тек бағалайтын нәрсеміз оның психикалық аппаратының жұмыс істеу деңгейі шамалы нығайды. Адам күшейді деген. Психикалық аппаратының жұмыс істеуі жақсарғанын материалдық тұрғыдан да байқайсыздар, иә? Сосын жаңағы өзінің айтып жатырмыз ғой, өміріне көңілі толмаушылық, мүмкін әлеуметтік желілердің әсерінен де болады ма, қалай ойлайсыз? Әлеуметтік желіде бәрі күшті ғой, бәрі керемет, барлығы бақытты деген сияқты. Соның бәрін көріп алады да, мүмкін күнделікті жұмысқа барып келгендігіне өзінің қарны ашады. Енді біздің бәріміздің туғаннан бастап қалыптаса бастайтын психикалық аппаратымыз бар. Ол психикалық аппаратты жақсы деңгейде бізге қалыптастырып беретін, қалыптасуға көмектесетін адам, ол бірінші біздің мамамыз. Немесе мама болмаса, маманың орнына күтім жасаған адам. Әже ма, иә. 1-1,5 жасқа дейін мама өзінің сөйлей алмайтын, ештеңесін білдіре алмайтын, ештеңесін жеткізе алмайтын, жағдайын түсіндіре алмайтын нәрестесін әлемдегі ең құнды, ең маңызды адам деп қарап, соны түсінуге тырысады. Бірте-бірте ол нәрестенің психикалық аппараты пайда бола бастайды. Мысалы, нәресте жылады, мамасы келді, қалаған тапты. Нәресте жылады, мамасы келді, оны жұбатты. Нәресте жылады, оған тамағын берді. Ешқандай ата-ана, ешқандай мама әдегенде білмейді. Ең бірінші күні жаңа роддомда немесе үйге келгеннен кейін мынау неге жылап жатқан ол бірден білмейді. Бірақ кез келген жақсы мама, жақсы өзінің мамасымен отношение жақсы болған, оған біреу солай бір жанашырлықпен, мейіріммен, сондай түсіністікпен қараған
адамы болса, өмірінде оны сондай жолы болған адам болса, ол да мына нәрестесін түсінуге тырысады. Жылады ма, ішін уқалап көреді, басылмаса киімін ауыстырады, басылмаса емізеді, немесе ұйқысы келді дейді. Біраз уақыттан кейін контакт орнайды екеуінің арасында. Сосын мамалар білет, айта бастайды, мынау жылады, ананы істегісі келіп тұр, мынау жылады, мынаны істегісі келіп тұр. Осындай бір жақсы эпизодтардың арқасында біздің психикалық аппаратымыз дамиды. Ешқашан баланың психикалық аппараты өзімен өзі айдалада жатып дамымайды. Ол тарихтан бұрын бір қатыгез замандар болған, білмеймін, неше түрлі жаңа патша бірдеңелердің кезінде, білмеймін, ол қаншалықты болған оқиға, бір эксперименттер болып жатады, жаңа баланың тілі қай тілде сөйлейді екен деп, туғаннан оны жалғыз бір жерде өсірген, ол адам болмаған, адамзаттың мәдениетін алмаған, ол бір жартылай жануар, жартылай бірдеңе, түсініксіз. Демек, біздің психикалық аппаратымызға мама керек. Немесе маманың орнында біреу керек, тұрақты, үнемі біз жыладық, біреу келді, біз жыладық, сол адам келді, біз жыладық, сол жұбатты деген сияқты. Сол контакттың сапасына қарай біз қазір қалай барымыз, солай болып шықтық. Где-то бір 1,5-2 жасқа дейін мамамен қарым-қатынас қалай болды? Көбінесе енді 3 жас деп айтып жатады. Мамамен қарым-қатынас қандай болды? Біз солай болдық. Кейбір балалардың осы бір қарым-қатынасы шамалы қиын өтті. Мамасы ұзақ уақыт болмады қасында, мамасы депрессивный болды, шамасы болмады. Ол тек сүтін беріп үлгерді, бірақ онымен сөйлесіп, бетіне қарап, күліп, онымен бір отношение құрып. Өйткені балаға тек сүт қана керек емес қой, балаға отношение керек. Баланы біз емізген кезде бала ол сүтке қарамайды, бала мамасының көзіне қарайды. Оған керек, көз керек, біреудің көзқарасы керек. Мамасы балаға күтім жасаған кезде мамасы оны кайфовать етіп жасап жатыр ма, өзі рахаттанып жасап жатыр ма, өзі судан ләззат алып жатыр ма. Сонда бала түсінеді, егер маған қарағаннан мамам рахаттанатын болса, онда мен ондай жаман адам емеспін, мүмкін мен вообще күшті адаммын. Бірте-бірте бала өзінің дене мүшесін, өзін тануға, өзінің мінезін тануға шамалы сол арқылы бақыттала бастайды. Жаңа айтып келе жатыр ғой, неше түрлі проблема болуы мүмкін. Мамасы 7-8 ай қасында болды, одан кейін әжесі алып кетті ол баланы. Уже үлкен мәселе туындауы мүмкін ортада. Өйткені кез келген балаға, нәрестеге кіммен үйленісті, сол адамның қасында өскен дұрыс. Сондықтан біз айтамыз, мысалға, ажырасқан күннің өзінде де бала кім күтім жасады, сол ата-анасымен қалу керек. 4-5 жасқа дейін кішкентай кезінде күтім жасаған. Кейбір семьяларда мүмкін ілуде біреуі әкесі күтім жасаған шығар. Онда біздің сот жаңағы, мынау мамасы ма, мамасымен қалдыру керек деген болмау керек. Егер папасы болса, соны туғаннан бастап бутылкасын беріп, бұтын ауыстырып, ұйықтатып, өлеңін айтып, сондай болады ғой кейде ер адамдар, мама сияқты өсірген. Сондай папасы болса, ол папасымен қалу керек. Яғни бұл жерде басты идея, нәрестеге кім күтім жасады, сол адамның қасында болу керек болды. Бұл бір сондай үлкен ереже. Осыған байланысты біздің психикалық аппаратымыз дамыды. Егер бізге сол контакт азырақ болып қалған болса, мамамыз жоқ болып кетті, мамамыз больницаға түсіп қалды, бір кезде келді, біз басқа жерде тұрдық, бізге бірдеңе түсініксіз болып қалды, мамамыздың күші болмады. Бізде неше түрлі тағдыр, неше түрлі вариант бар тағдырдың. Мүмкін бір вариант депрессивный мінез. Ол бір сәтте болатын депрессия емес, адамның өмір бойы келе жатқан депрессивный кезеңі. Адам соншалықты үйреніп кеткен, оны біз эссенциальный депрессия дейміз. Өмірлік депрессия. Сенің бір теріңе сіңіп кеткен, сүйегіңе сіңіп кеткен, ішіңде тұрған. Ол адам даже айтпауы да мүмкін, бірдеңе дұрыс емес ау деп. Үйреніп қалды. Қатты қуанбайды, қатты қайғырмайды. Адамдармен қарым-қатынас құрмайды, өйткені олармен қарым-қатынас құру үшін сенде энергия болу керек, оларға беретін. Өйткені жігітпен жүру үшін қыз бірінші бірдеңе фантазировать етеді, киімін дайындайды, свиданиеге шығады. Ол қанша энергия,
жаңағы болашағын армандайды, ол туралы подружкалеріне айтады. Яғни бізде бір запас болады. Сол запасты біз ана отношениеге инвестиция жасаймыз да, содан бірдеңе өсіп шығарамыз. Кейде адамдардың соншалықты энергиясы жоқ, оның энергиясы тек қана өзінің таңертең әйтеуір ұйқыдан тұрды, әйтеуір бірдеңе жеді, бірдеңе қылып жұмысына барды, үйіне келді, жатты. Уже болды, оған жетеді сол. Мүмкін кейде сондай бір депрессияға бейім адамдарда, психикалық аппаратында о бастан сондай бір бейімділік бар адамға мүмкін жаңа қызыл-жасыл Инстаграм әсер ететін шығар. А басқа адамға ол о бастан өзін жақсы сезінсе, толық сезінсе, біреу бірдеңе деп айтып жатады, жаңағы өмір жалғыз, ол жалғыз өміріңді білмеймін, Парижде өмір сүру керек деп айтады. Ол адам айтады, қойыңдаршы, ненің Парижі, маған өзімнің осы жер ұнайды. Мына жерде мен бау-бақшам бар, мына жерде малым бар, қасымда әке-шешем бар, мен бақыттымын деген сияқты. Сондықтан мен жалпы қарсымын жаңағы телевизор құбыжық, тек қана әлеуметтік желі құбыжық, тағы не, бір трендтер құбыжық дегенге бізде о бастан бір болады бейімділік. Просто сол нәрсе бізді іліп алып кетеді. Иә. Жақсы. Ал жаңағы стресстің басты себептерінің бірі осы бір кітаптан оқып қалған едім, энергияның аздығы сол стресске жиі алып келеді деп. Егер адамның энергиясы толық болса, ұйқысы қанық, қарны тоқ болса, ол адамды стресске әкелу или жаңағындай керек емес жерде шу шығаруы мүмкін емес деген сияқты нәрсені оқып қалдым да, өте аз пайызда болады дегенді. Егер адам толыққанды энергияға толық болса, онда оның стресске бейімділігі өте төмен пайызда дегенді оқып қалдым. Осыған қалай қарайсыз? Шаршаңқы адамдар, қарны аш адамдар жаңағы стресске бейім болады дейді. Сол үшін мысалы бұл нәрсе негізі көбінде әйелдерге әсер етеді екен. Наполненная дейді ғой, бір энергияға толық болып жүрген әйелдер мүлде еш нәрсеге жаңағы көңіл аудармай, тіпті айғай шығару керек жерлерде тек қана сөзбен ғана осылай эмоциясыз әдемі жауып қоя салады екен да. Ал шаршап жүрген кезде, бірақ шынымен де байқайсың, кейде мысалы қоғамдық көлікпен кешке таман жұмыстан қайтқан кезде бәрі шаршап келе жатады да, сосын болмайтын нәрсеге үлкен дауыс шығып жатады. Сол кезде кейде ойланып қаламын, сол кітаптан оқығанда шаршап келе жатқаннан кейін туындап жатқан нәрсе ау деп ше. Мүмкін, иә, бұл жерде де сондай бір физиологиямен қатысты оның да бір себебі бар, иә, әсері бар, бірдеңе бар шығар. Бірақ енді екінші жағынан энергия дегенді психоанализде бір сондай бір адамның бойында болатын бір өмірлік энергия деп қарастырады. Кішкентай кезіңнен сенің ішіңде болады бір энергия, сол нәрсе сені бірдеңе бастап жүреді, жақсы жақта жүруге, бір болатын жақта жүруге. Мысалға ештеңе кездейсоқ емес деп айтады да. Мысалға екі таңдау бар. Мына жаққа барсаң бірдеңе дұрыс болмайды, соңында мына адамдар білмеймін сені алдап кетеді, сенімсіз болып шығады. Мына жаққа барсаң жаңа тасың өрге домалайды деген сияқты. Енді қазір мен тым жалпылама айтып жатырмын, егер сондай бір қатты әсірелеп бір ертегі сияқты болып жүрсе кешіріңіздер. Бірақ сондай өмірлік энергиясы жақсы жаққа бағытталған адам бәрібір мына жолды көбірек таңдайды. Әрине оның да өмірінде алдайтын, ренжітетін адамдар болады, өйткені біз ешқашан идеальный өмірде өмір сүрмейміз. Бірақ көбінесе осы нәрсе сені бір саған жақсы серіктес тауып береді, жақсы партнер тауып береді, жақсы жігіт тауып береді, жақсы әйел тауып береді деген сияқты. Ал тағы да айналып келген кезде ол өмірлік энергияны бізге беретін адам ол мама. Мама сені қаншалықты жақсы көрді, қаншалықты сен түсінді, қаншалықты ол рахаттанды сенен. Қазір енді мүмкін кейбір тыңдармандар ренжуі мүмкін. Бүкіл нәрсені әйелге артып қойдыңдар, мама бәріне кінәлі болғаны ма деп. Бірақ енді осындай нәрестенің өмірінде басқа кім бар, иә? Ешкім жоқ қой. Ол бір кітап оқымайды, подкаст тыңдамайды, бір коучтардан мотивация алмайды. Оның өмірінде тек қана мама бар басында. Мамасы қандай болды? Сол контакт қандай болды? Оның өмірінде бастапқыда сол ғана маңызды рөл атқарады.
Жалпы сіздің қызметіңізге жүгінуші ересектер арасында көп мәселемен келетін, көбінесе қандай мәселемен келеді? Енді Басым көпшілігі. мүмкін жастар өзі бір сондай бір кезең бар. Бір 23-24 жастан бастап 22 жаста кезде жастар бір сондай депрессиялық көңіл күймен, өзім таппай жүрмін, не істерін білмей жүрмін, қайтсем екен, я бір қасымда өмірлік серігім жоқ, я айналысатын ісім жоқ деген сияқты бір өмірдегі бір қайда бара жатқан көрсететін жалаулар іздеп келетін шығар, ориентир іздеп келетін шығар. Ол жерде көбінесе мәселе ширек ғасыр кризисі деп айтады кейбір әдебиеттерде. Сондай бір 25 жаста айтады да шамамен. Өйткені университет бітірдің, ал біздің қайсымыз университет бітіре сала сол мамандығымызбен бірден жұмыс істегіміз келіп, бірден жаңағы өзімізге көңіліміз толып қуандық. Көбінесе біз сондай бір адасқан сияқты, қателескен сияқты, сондай потеря сезіндік. Өйткені бір жағынан осыған дейін біз үнемі түсінікті жүйелерде өмір сүріп келдік. Отбасы түсінікті жүйе, сен былай істеуің керек, былай істеу. Отбасында көбінесе әркімнің өзінің отыратын орны бар, пайдаланатын ыдысы бар, жататын жері бар деген сияқты. Түсінікті ғой барлығы. Одан кейін мектеп, ол жерде де өзінің жүйесі бар. Университет бізге сондай жақсы жүйені таңдап береді. Мынаны оқисың, одан кейін экзамен тапсырасың, одан кейін сессияны жабасың деген сияқты. Енді келіп сол жүйеден бізді далаға шығарып жіберетін кезде әрине біз өзімізді біртүрлі сезінеміз. Көп адамдар не істейді? Көп адамдар басқа мамандық тапсырғысы келеді, басқа нәрсе оқып алғысы келеді, қайтып барғысы келеді да жүйеге. Кейбір адамдар сондай бір жатып қалады, өкініп қалады, жұмыс істеуге әлі болмай қалады деген сияқты. Бұл да мүмкін жаңағы бізді қайтадан қараңыздар, мысалға 1,5-2 жасқа дейін мамамен қарым-қатынас жақсы болса, адамның бір өмірлік энергиясы жақсы болады деп айттық қой, бірақ бұл жерде бір мәселе болған болса, біз кейін өмірдің барысында біз 2 жастан баяғыда асып кете берейік, бірақ өмірдің барысында неше түрлі стресс болған кезде, өзіміз балалы болған кезде, ол қандай сондай бір кейінге қарай домалау болады. Өйткені әр ана өзі ана болған кезде, әр әйел ол бәрібір бейсаналы түрде өзінің тәжірибесін есіне түсіреді. Ол қалындай нәресте болды өзі. Оған нәресте болу қаншалықты ыңғайлы болды, жайлы болды, мамасы қасында болды ма деген сияқты. Немесе жұмыстағы стресстер, оқудағы стресстер, адам бәрібір сырғып кетеді. Ешқашан біздің өміріміз тек алға жылжитын бір прогресс емес. Бір қадам алға жасасақ, кейде біз 2 қадам артқа жасап тұрамыз. Ол қалыпты нәрсе. Сондай бір өмірдегі стресс кезінде жаңағы жерден саған от беріп тұратын, саған дем беріп тұратын күш аздау болып қалса, біз мына жерде көбірек тоқтап қаламыз. Бірақ кейін бәрібір адамдар әйтеуір бірдеңе қылып, бір орында тұрса да, әрмен қарай өмірін жалғастырып кетіп жатады. Өйткені бәрібір ол отбасында өсті, қандай болса да оның мамасы болды, ол жетімдер үйінде болған жоқ. Мамасы мүмкін 6 айдай өзінің денсаулығымен айналысып балаға көңіл бөлмеді ме, бірақ оның қасында әжесі болды, оның қасында жақсы көретін әпкесі болды, жеңшесі болды деген сияқты. Кез келген семьяда өскен, ол семья более-менее қалыпты адамдар болатын болса, баланы жақсы көретін, оны ауырса емдейтін, құласа қасына баратын адамдар болса, біз бәрібір бір күш алып шықтық. Сол күш бізге шамалы кешіктіріп болса да мүмкін, бізді шамалы артымыздан итеріп тұрады өмірде. Сондықтан мен айтайын дегенім, адам қандай запроспен келмесін, біздің бірінші тыңдайтынымыз қазіргі оның актуальный өмірі, қазір өмірінде не болып жатыр. Егер ол кеше ғана университетін бітірген, жаңағы самооценкасы төмен, өйткені әрине төмен болады, ол әлі
жұмыс тәжірибесін бастаған жоқ, ол көрген жоқ, иә. Осыған дейін ол бір мүмкін сондай тек қана жайлы нәрселерді ғана білді. Қазір оның ішінде үлкен тревога бар, қандай жерде жұмыс істеймін, кім болам. Плюс еще ол бірден жаңа көп ақша тапқысы келеді, өйткені инстаграмда как будто бәрі көп ақша тауып жатыр, иә, оның жасында. Біз бір жағынан актуальный нәрсені тыңдаймыз, қаншалықты адамның айтып тұрғаны не туралы айтып тұр деп. Ал екінші құлағымызбен біз оның балалық жағын тыңдаймыз бәрібір. Ол өзінің отбасында өсті ма, әлде оны біреуге берді ма? Кейде одан да сұмдық оқиғалар болып жатады. Мамасы әжесіне береді, әжесі тағы біреуге береді, ол біреу тағы біреуге береді. Сонымен адам бала сенделіп біраз жылдан кейін барып қана үйіне қайтып келеді деген сияқты. Одан кейін тағы бір үлкен мәселе, жастардан кейін ол енді өмірлік серік табу, отношение құру, күйеуге шығу, жақсы қыз табу деген сияқты. Тағы мүмкін жаңа қаржылық мәселеге байланысты, өйткені ол да бір бізді қатты мазалайтын нәрсе ғой. Ақшалы болу, үйлі болу, көлікті болу, бірдеңе жетпей жатады, сол нәрсе сені мазалайды. Мүмкін осы бір 3 үлкен тақырып шығар. Саяхан, өзіңіз айтып өткендей, жасөспірімдер, ересектер келетін жаңа өзін өзі табу немесе отбасын құруға байланысты сұрақтармен келгендер сұрақтарының жауабын тапты ма? Бір жағынан тапты, бір жағынан тапқан жоқ. Неге олай деп айтамыз, өйткені мысалға біреу келіп айту мүмкін, мен күйеуге шыққым келеді, бәрі күйеуге шықты, мен бақытсызбын, мен енді не істеймін деген сияқты. Менің сол жерде отырып, сол психоанализ бағытында жұмыс істейтін психолог болып отырған жердегі менің мақсатым оны күйеуге шығарып жіберу емес. Осы нәрсені анық түсінуіміз керек. Өйткені мен бір оның жаңағы көрші апа емеспін, әжесі емеспін, мен кіріп кетпеймін ол ситуацияға. Өйткені кейде психологтар күйеуге шығам деген запрос па, как будто оны күйеуге шығарып жіберу керек сияқты. Күйеуге шығу қиын емес қой негізі, былай қараса. Кез келген адам тауып алып күйеуге шыға салуға болады, бәрі 2-3 күннің ішінде апыр-топыр жасап. Мәселе адамның ішіндегі бір толықтық, бақыт сезімінде ғой. Кейде адамдар шынымен өзінің мақсатын орындайды, бірақ біраз уақыттан кейін. Өйткені ол бәрібір бүгін келіп терапияға мен күйеуге шыққым келеді деп, бір айдан кейін күйеуге шығып жатса, ол шамалы алаңдататын нәрсе. Өйткені адам өзіне уақыт берген жоқ. Ойлануға, қарауға, ол қалай басында сондай бір план тұрды, бір айдың ішінде біреуге күйеуге шығып кетті. Бір ай меніңше өте аз уақыт сияқты. Тануға. Немесе кейде адам мүлде бақытын өзгертті деуге болады. Өйткені ол түсінді, қазір оған мүмкін бұл нәрсе қатты керек емес те шығар. Бұл нәрсені ол біреу үшін істеп жатқан шығар, біреудің қысымымен істеп жатқан шығар. Ортақ бір сондай дүмпуге ілесіп, немесе 5 подружка бірге жүретін едік, бәрі күйеуге шығып кетті, мен қалдым деген сондай бір конкуренция шығар. Ал уақыт өте келе ол қарай бастайды. Мүмкін бұл конкуренция менің бауырлармен арамыздағы конкуренция шығар. Баяғыда да ол үшеуі Алматыға оқуға түскен кезде, мен негізі Алматыға оқуға түскім келмеген, мен Астанаға түскім келген. Бірақ мен солармен жарысып, мен де Алматыға түсіп кеттім. Мүмкін мен қазір дәл соны қайталап жатқан шығармын деп, біраз уақыттан кейін өзі бірдеңелер ойлай бастайды ма, Сондықтан мен енді ондай статистика жоқ, адам өзінің дәл келген нәрсесін тапты деген. Бірақ мен айта алатын нәрсе жаңағы психикалық аппараттың күшеуіне байланысты. Мысалға, бір адам келсін, өзіне зиян жасайтын адам болсын. Жаңағы ашуланған кезде дәрі ішеді. Тағы не қандай өзіне қиын пышақ алып жүгіреді ма,
өлем деп айтады ма, заттарын лақтырады ма, мысалы құнды бағалы заттарын лақтырып сындырады, келесіде оны қайтадан алу керек болады деген сияқты. Міне осындай адамдар бәрібір тоқтатады жаңа әрекетін. Егер терапияға үзбей келетін болса, адамның өзіне деген агрессиясы басылады, өзіне деген атакасы басылады. Осындай нәрселерді бағалау, көзге көру оңайырақ. Өйткені шыны керек, кейде бір 2-3 жыл бұрын келген адамыңның ең алғашқы айтып келген запросын кейде ұмытып қаласың да. Ол сол кезде айтуы мүмкін, мына бір жігіт ұнап жүр, мен соған күйеуге шығып алғым келеді деп. Бірақ уақыт өте келе ол да ұмытып қалды, мен де ұмытып қалдық. Өйткені одан да басқа қызық процестер басталды. Одан да басқа оның қызық тарихы басталды. Уже ана жігіт қайда қалған, бәріміз ұмытып қалдық деген сияқты. Жалпы терапия ұзақтығы қанша болады сонда? Орташа есеппен. Мүмкін орташа есеппен 3-4 жыл ма? Сондай бола ма? Тым ұзақ емес па? Көбінесе адамдар аптасына 1 рет келеді. Аптасына 1 ретте 3 жыл деген ондай көп емес. Өйткені отпуск болады жылына 2 рет. Мереке күндері бар. Ауырып қалатын кездері бар. Көп шықпайды. 3-4 жылда ол кісілер сіздің кеңесіңізге, қызметіңізге жүгіне отырып, өмірінде болып жатқан түрлі психологиялық немесе жаңағы мәселелерді сізбен бірге ақылдасып шеше алады, иә? Сондай ма? Мінезінің кейбір сәттерін өзгерте алады деп айтайық. Мінезінің, іс-әрекетінің кейбір адам неге ақшаға қатысты, қарым-қатынасқа қатысты проблемалары болуы мүмкін, ол импульсивный адам болуы мүмкін. Дәл қазір бірдеңе қалады, соны істеді. Дәл қазір жұмыстан шығып кеткісі келді. Бастығы нервысына тиді, иә. Барды да жұмыстан шығып кетті, есікті лақтырып. Келесте тағы да, немесе отношениеде бірдеңе ұнамады, быт-шыт болып қалды. Ол адаммен бірден отношения үзбеуі мүмкін, бірақ енді сондай бір импульсивный бола берсең, әр кезде сондай бір қатты адамға агрессия таныта берсең, мен күмәнім бар, ол отношения ұзаққа барады дегенге. Уақыт өте келе мүмкін адам өзінің жаңағы импульсивный әрекетін шамалы азайта алады, шамалы тізгіндей алады. Соның әсерінен ол қалаған нәрсесін сол сәтте сатып ала беруді қояды, шамалы жоспарлайды деген сияқты. Ұзақ уақыттық нәрселерді сатып алуға дайындалады, үй деген сияқты. Ешқашан бір үй сатып алу бір сәттік нәрсе емес қой. Біз ешқашан бүгін бір үй алайыншы демейміз, оған дайындаламыз, 3 жыл дайындаламыз, одан кейін тағы да бір 7 жыл төлейміз деген сияқты. Оның барлығына сондай бір шыдам керек, жақсы мағынада төзім керек. Мүмкін, егер мәселе осындай импульсивностьта болса, осындай ережесі бар, уақыты бар, шекарасы бар терапия түрі өте жақсы көмектеседі. Өйткені жалпы психоанализдегі сондай бір система, ол адамның сондай импульсивностьін тоқтатуға бағытталған ғой. Бізде кездесу әр сейсенбі күн сағат 10-да болды. Бейсенбі емес, жұма емес, сіз қалаған кезде жексенбі емес, немесе сағат таңғы 8 емес, сіз ойыңызға бірдеңе есіңізге түсіп кетті екен деп. Күнде бізде бір уақыт. Сол нәрсе ол да адамға шамалы мінез береді, мінезін шыңдайды. Сая ханым психолог, психотерапевт ретінде мысалы дау туған кезде, мысалы әйел мен еркектің ортасында немесе басқа бір отбасы мүшелерінің арасында дау туған кезде жаңағы эмоциямен қатты кетіп қалмау үшін бір-екі кеңес айтып жібересіз бе? Не істеу керек адам? Сондай сәттерде өзін қалай ұстау керек, қалай басқару керек? Енді дәл дау туған кезде отты басуға тырысқаннан оған дейінгі бір сигналдарды көрген тиімдірек сияқты мүмкіндік болса. Өйткені дау бір сәтте туындамайды, адамның екі жақтың ішінде де ұлғая береді, бір-біріне көңіл толмайды. Егер әйел адам, ер адам болсын, әйел адам болсын, ұзақ уақыт бойы ішінде ойлап жүрсе, мен түбі ажырасам, мен бұл адаммен тұрмайым, бұдан әбден көңілім қалды, қалай ажырассам екен, бұлай ажырассам екен, бүйтсем екен, сөйтсем екен деген адамның басынан ой келе бастағаннан ақ меніңше конфликт басталды деп айтуға болады.
плюс тағы да бір көп қой сигналдар, бірге тамақ ішпейміз деген сияқты, бірге көп сөйлеспейміз, көп уақыт өткізбейміз дегендей. Әңгіме аз болғандықтан, екеуі ара әңгіме, просто спокойно бір әңгіме аз болғандықтан, адамдар бір-біріне айқаймен жетуге тырысады, бір-бірінің бір құнды нәрселерін бүлдіргісі келеді, сол арқылы тым болмаса адамның көңілін аударғысы келеді деген сияқты. Менің енді басты айтатын нәрсем, мен бірінші бәрібір бір қауіпсіздік туралы ойланамын, әйелдерге айтқым келеді. Бір сондай қатты ашуланып тұрған кезде, сізде, қасыңыздағы ер адамда дәл сол сәтте мәселені шешуге тырыспай-ақ қойыңыз. Өйткені біз енді көріп жатырмыз ғой, қандай трагедиялар болады, қандай үлкен нәрселер болады. Кейде мысалға клиенттер айтып жатады, ол менімен ұрысты, сосын мен де онымен ұрыстым, сосын ол мені итерді, одан кейін мен де оны итердім, одан кейін ол мені қаттырақ итерді, сосын мен құлап қалдым деген сияқты. Мен сондай кезде үнемі сондай бір импульсивный әрекетке назарын аударамын да. Мен айтамын, қараңыз, ол ер адам, қасыңыздағы адам сізге бір о бастан зиян істейін демей ақ қойсын, бірақ оның күші көбірек. Сізді алдыда итеріп жіберді, білмеймін, сіз азы есіңізден танып қалдыңыз, ең үлкені жаңа өліп қалдыңыз, бір бұрышқа басыңыз соғып, сіздің артыңызда балаңыз қалды, ана адам түрмеге барады. Бәрібір сондай сәттерде адамның импульсивный әрекетке бармауы оған дейінгі кішкентай мәселелерде жаттығады деп ойлаймын. Ол ақша мәселесінде, зат сатып алған кезінде, балалармен қарым-қатынасында. Сондықтан адам жалпы білсе өзінің ішінде, мен осы бір қатты кетіп қаламын-ау, қызбамын-ау, көзім көрмей қалады-ау, дәл сол сәтте не істеп не қойғанымды білмеймін-ау деген, бұл терапияға баруға меніңше ең алғашқы қоңырау сияқты. Өйткені көп отбасылық сондай зорлық-зомбылық өмірде ондай бір адамдардың саны проценті өте аз негізі. Алдын ала жоспарлап, сондай бір қатыгездікпен, сондай салқынқандылықпен адам өлтіруге баратын психопаттар ондай көп емес. Көбінесе отбасындағы трагедиялар сондай бір импульсивностьтан болады. Екеуі ара ушығып кеткен, бір-бір өз-өздерін тоқтата алмаған, бір-бірін одан сайын ашуландырған деген сияқты. Сондықтан кішкентай бала бар кезде, өзіміздің басымызға қауіп төнуі мүмкін деген жерде шамалы біз тоқтай қалсақ, бірақ кейін бәрібір ол мәселеге қайтып келетін болсақ, более спокойный вариантта, мүмкін бір заңды түрде деген сияқты, экономикалық түрде мүмкін шешуге болатын шығар. Мен айтқым келіп тұрғаны, дәл сондай бір жанжалдың кезінде біз өмірлік мәселелерімізді шешіп қалуға тырыспауымыз керек. Ондай сәттерде шешілмейді, одан арман даудан дауға ұласып кетуі мүмкін, Адам саған не болмаса бірдеңе деп айтады, уәде береді. Просто сен ізінен қалу үшін, біз кейін айтуымыз мүмкін. Сен маған сөйтіп айттың, неге соны істемейсің деп. Ол кезде айтылған сөздер есептелмейді. Соны ескеру керек. Келесі сұрағымыз, аналарға берілсе, аналарға мынандай кеңес бере аласыз ба? Мысалы, жалпы отбасында әйел адамның рөлі бөлек, үйдің қызметтері бар деген сияқты, жұмыстары бар деген сияқты, немесе бала өмірге келгеннен тағы да бір жұмыстар қосымша пайда болады. Жалпы аналарға жеке өмірі мен отбасылық өмірде балансты қалай ұстауға кеңес бересіз? Әр әйелдің жар болатын, мама болатын өзінің бір уникальный жолы бар ғой. Кейде адамдар айтып жатады ғой, тұрмыс құруға дайындаймын деген сияқты. Мен оны аздап бір сондай скепсиспен қабылдаймын, өйткені мүмкін емес сияқты белгілі бір мағынада оған дайын болу. Әрине сен теорияны біліп алу мүмкін, тарсылдатып, бірақ шын сол өмірдің ішіне, қайнаған өмірдің ішіне түскен кезде, сен ол жерде өзіңнің адекватный ойларыңа сүйеніп, өзіңнің бір алған тәрбиеңе, өзіңнің принциптеріңе сүйеніп, бірдеңе қылып өзің шығуың керек. Аналарға да қатысты. Бір жағынан аналарға айтылатын ақпараттың сондай жақсы болғаны, қолжетімді болғаны мүмкін жақсы да шығар. Бірақ екінші жағынан, жаңа айттым ғой,
мама мен нәресте екеуі бір бірінің тілін табуға үйренеді. Екеуі бір біріне бір ерекше бір толқында жаңағы бір толқында, бір бірінің нелерін тауып, мына жақта мынау бұрап, мына жақта мынау бұрап, бір біріне бір жол табады. Сол нәрсені табу үшін негізі бастапқы бір жылда тым болмаса маманың ойында артық ештеңе болмаған дұрыс. Ана не істеймін, мына не істеймін, қалай өмір сүремін, анадан да қалмауым керек, мынадан да қалмауым керек деген нәрселер болмаса, ана өзінің ішінен шығып жатқан, бейсанасынан келіп жатқан, сондай инстинктімен, интуициясымен келіп жатқан нәрселерін оңай жүзеге асыра алады. Ол ана оңайырақ үйрене алады. Бірақ енді ол екінші мәселе, ана қамсыз, уайымсыз ана бола алу үшін оның қасына күйеуі оған жағдай жасайды. Ешқандай ана өзінен өзі жақсы ана болып шықпайды. Оны өсірген ата-анасы бірінші бір база береді. Плюс қасындағы күйеуі. Күйеуі сөзбен сөзсіз адамға бір қолдау, тыныштық береді. Сен мынадан шаршап жүрсің ба, онда сол шаршағаныңды маған айт, мен басам, мен бармын, білмеймін. Ол бір тек қана ақша мәселесі емес, ол бір эмоция ғой. Сондықтан жаңа енді сіздің сұрағыңыз аналарға қандай кеңес бересіз десе, меніңше сіз егер жаңадан мама болатын ана болсаңыз, бір алғашқы 1,5-2 жылды бір бөліп қою керек сияқты. Бұл баланың уақыты. Менің баланың уақыты да емес, мен баламен бірге болатын уақытым. Өйткені бізге бір жақсы мама болу тәжірибесі, ол біздің өзімізге де керек. Ол біздің де бірдеңемізді емдейді ішіміздегі. Бізге де бір тыныштық береді. Егер біз сол жолды бір жақсы өтсек, айтарлықтай бір тыныш өтсек, онда басқа балаларымызға, екінші, үшінші балаларымызға деген біздің ішімізде бір тыныштық пайда болады. Менің қолымнан келді, мен қорқып қалған жоқпын, мен үркіп қалған жоқпын деген. Өйткені кейде әйелдерді байқаймыз ғой. Екінші, үшінші баласында жаңағы ішкі үрейі одан сайын күшейе түседі. Өйткені бірінші баламен болған сондай диссонансы, бір-бірінің тілін таба алмағаны, өзінің қиналғаны, өзінің нәресте кезінде өзінің мүмкін оны ұмытып қалған шығар, бірақ дене психика ұмытқан жоқ. Өзінің нәресте кезінде өзінің қиналғандары есіне түседі де, оның үрейі одан сайын ушығып кетеді. Ондай әйелдер айтуы мүмкін, толғақты сезінбеймін деген сияқты. Босанатын кезде бір проблемалар болады. Яғни дене соншалықты бір жиырылып алады, босаңсый алмайды. Сондай бір ағын суға ілесіп кетуге адамға мүмкіндік бермейді. Бірінші айтатын онда кеңесім, сол бір уақытты текке кеткен уақыт деп есептемеңіз. Ол бір жақсы уақыт. Болашаққа деген сіздің жақсы бір инвестицияңыз. Сіз қазір 1,5-2 жылды алаңсыз рахаттанып, барынша қолыңыздан келгенше, енді біз 24 сағат рахаттана алмаймыз баламен. Бірақ сондай бір жайлы орта құрсаңыз балаға, ол баланың болашақтағы басқа бір этаптардан өтуі сізге ондай қатты проблемный болмайды. Оның сөйлеуі, оның жүруі, емшектен шығару, тағы не, балабақшаға үйренісуі, мектепке бару, мектепте достар табу, сіз өміріңізді біраз жеңілдетесіз. Сол 2 жылды қиғаныңыз үшін. Қазір оны бір 2 айлық кезінен ауылға тастап кетіп, сосын кейін өмір бойы бәрібір ол алдымыздан шығады ол нәрсе. Ол баланың жасөспірім кезең, баланың кішкентай кезінің қайталануы деп айтылады, есептелінеді. Бала бір дауылдатып алу керек жасөспірім кезінде. Егер ол нәресте кезін более-менее спокойно өткізген жасөспірім болса, ол дауылдатады, сосын біраздан кейін бәрі ұмытылады, әрмен қарай ол алаңсыз ересек болу жолына аттанады. Ал егер ол нәрестенің мына жақта шешілмей қалған бір мәселелері болатын болса, оның подростық кезеңі, жасөспірім кезеңі одан сайын қиындайды. Мүмкін онда бір қосымша бір тәуелділіктер пайда болады ма? Яғни бір жағынан сонда бір парадокс, мама асығады, қашан мен бір еркін боламын, қашан мен құтыламын деген сияқты. Бірақ екінші жағынан өмір бойы сонда өзіне мәселе тауып алады ғой. Сондықтан меніңше
аналар онша қатты асықпай ақ қойса, менің жеке өмірім бар деген үлгеретін сияқтымыз. Былай қараса бәріміз үлгеріп келе жатырмыз әйтеуір бірдеңе қылып. Иә, әр нәрсенің өзінің уақыты бар дейсіз ғой. Ал енді осы подкасттан кейін аналарымыз асықпай өзінің кішкентай бөпелерімен әдемі уақыт өткізуге, бірге болуға тырысады деп ойлаймын. Ал негізі осы уақытқа дейін балаларын жаңағы өзіңіз айтқандай әжелеріне қалдырған, немесе қандай да бір жағдай туындады да солай баласын қалдыруға мәжбүр болған аналар болса, бірақ балалары қазір уже жасөспірім жасқа жетіп қалған болса, өздерінің қателіктерін түзетуге мүмкіндік бар ма? Мен мұны үнемі айтып жүремін. Ересек адамда, тілді сөйлеуді меңгерген баламен көп нәрсе туралы сөйлесуге болады. Сөз белгілі бір мағынада іс-әрекеттің аналогы. Біздің психикамыз дамыған сайын біз сөйлеу арқылы психикалық түрде көп нәрсені өңдей аламыз іс-әрекетке қарағанда. Яғни айтқым келіп тұрғаны, мысалы біреу уайымшыл адам болсын, ішкі тревогасын баса алмайтын уайымшыл адам болсын. Ол осыған дейін бірдеңеге сәл қобалжи бастаса, полын жуып кететін шығар, күніне 3-4 рет пол жуып шығатын әйел шығар. Бірақ уақыт өте келе терапияның әсері болсын, психикалық аппараттың күшейгенінің белгісі болсын, ол іс-әрекет тоқтатады, сөзге көшеді. Сөз арқылы ол тревогасын шығаруды бастайды. Мен толқып тұрмау, қорқып тұрмау, бірдеңе болып қалады-ау, аспан айналып жерге түсіп кетеді-ау деп айтқанның өзі оны пол жуудан тоқтатады. Психикалық деңгейдің жоғарылығы адамның сөзге сүйене алуымен көрінеді, іс-әрекетке емес. Біз егер ренжіскен адамымызбен отырып сөйлесе алатын болсақ, біз өте керемет психикалық деңгейдегі адамбыз. Барып басын жарғанша оның. Сол жағынан ата-аналар, мысалы мамалар кішкентай кезінде жаңа баласын бергеннен кейін, одан кейін баласы өсті, үйіне келді. Мама да үлкен травма алды негізінде, баласын сол біреуге беру арқылы, бергеннің кесірінен. Өйткені біздің бәріміздің ішімізде сондай бір инстинкт бар, біз ішімізде болған, босанған баламызды біз іздейміз. Менің балам қайда? Қайда біздің баламыз? Біз жаңа тудық қой бала деген. Олында да бар травма. Ананың іштей бір кінә сезімі, іштей бір өзін жегені ол ешқашан тоқтамайды. Бірақ кейбір мамаға сол травмасын сезіну, сол кінә сезімін сезіну өте ауыр болады да, капсуляция дейді, бір жерге тығып тастайды. Аузын жауып, бүркеп бір жерге тығып тастайды. Жаңа үлкен баласы келген кезде сазарып, безеріп, оған ұрсып, онымен дұрыс қарым-қатынас құрмайды. Неге? Өйткені мүмкін себебі, әрине баласын жақсы көрмейтін де мамалар болады, біз оны жоққа шығармаймыз, барлық мамалар идеальный деген сөз емес. Бірақ бір себебі мүмкін мамаға соншалықты ауыр өзінің кінә сезімін сезіну. Сондықтан дым болмағандай жүру оған жеңіл. А бала сол арқылы екінші рет травма алып тұр. Мамасының 5 айлық кезінде тастап кеткені аздай, енді келгенде еще менімен сөйлеспейді деген, ол тағы да өзінің бір ішінде жарасы болады. Сондықтан бұл жерде енді кім ересек, сонда жауапкершілік көбірек. Осындай жағдай басынан өткен кез келген ата-ана, әке де міндетті түрде араласу керек. Өйткені әке де сол нәрсеге жауапты. Ол қайда қарап тұрды, кішкентай балаңды сен бір жерден бір жерге жіберіп жатқан кезде, ол сенің мамаң мен сенің әйеліңнің арасында ғана шаруа емес, сенің әке ретінде сенің де шаруаң еді. Сондықтан кез келген ата-ана баласымен сөйлессе, бір емес, мүмкін бірнеше рет. Өйткені кейде адамдар бала кішкентай, ондай нәрсені түсінбейді деп айтып жатады. Психоанализде бала кішкентай деген түсінігі жоқ. Бала даже өзінің ойын дұрыс жүйелі жеткізе алмаған кезде де онымен сөйлесу керек деп айтады. Асыранды балаларға міндетті түрде айту керек дейді, сен асыранды екеніңді. Сен әрине ол жерде әдемі сөздерді, жақсы сөздерді табуға болады. Біз сені жақсы көріп қалдық, біз сені өсіргіміз келді, бірақ біз сені туған жоқпыз деген сияқты бала бір жараланып қалады демей, шындықты айту. Дәл сол сияқты үлкен балаға да айту. Біз ол кезде өзіміз жас едік, біз 19 жаста болдық, біз өзіміз көп нәрседен қорықтық, бізге жұмыс істеу керек болды, ақшамыз болмады. Бірақ қазір
біз өкінеміз. Мүмкін қазір біз басқаша жасар ма едік. Біз сенің қандай осындай азамат болып өскеніңді көріп өкінеміз. Біз сені өзіміз өсіргіміз келіп еді деген сияқты айтса, баланың жаңағы 100% ішіндегі жарасы шамалы 40%-ға болса да азаяды. Соның өзі үлкен жетістік. Чем ол бала шамалы өсіп, араққа тәуелді болып, жаман криминал топқа тәуелді болып, быт-шыт қылғанша өзінің өмірін. Сонда ол не істеп жатыр? Бейсаналы түрде өзіне өзі атака жасап жатыр ғой. Мен мамама керек болған жоқпын. Иә, өскеннен кейін әжеме де керек болған жоқпын. Әжем өзі қартайды, мені үйіме жіберді. Мен енді кімге керекпін? Ешкімге керек болмасам, онда мен өз-өзімді құрта бастайын деген сондай бір сценарийге жеткізбей, одан да ата-анасы шамалы сөйлесіп, орнына келтіруге тырысуы керек деп ойлаймын. Бұл жерде бала бәрібір бағалайды. Ол саналы, бейсаналы түрде ол түсінеді, уақытты кері қайтаруға болмайтын. Бірақ әке-шешесі әйтеуір бірдеңе істеп жатқан ол бағалайды. Чем жаңа дым болмағандай сазарып жүргеннен осы нәрсе өте жақсы. Ол бала 20-да болсын, 30, 40, 50-де болсын сөйлессе, ол балаға жақсы әсер береді дейсіз ғой. Жақсы. Қазіргі уақытта тренд болып кетті. Послеродовая депрессия, босанғаннан кейінгі аналардың депрессиясы деген сөздер. Жалпы осы нәрсе бар ма шындығында? Және бұдан қалай шығу керек, немесе мүлде болған кірмеудің жолы бар ма? Түспеудің. Бұл бір тренд болатындай бір біз ойлап тапқан нәрсе емес, өйткені бұл қай кезде де болған, қай кезде де депрессиядан баласына қарай алмай, сондықтан ол баланы біреу баққан, асыраған, немесе ол депрессия бер жағы ғой, жерде психоз болуы мүмкін ғой. Аналардың баласына бірдеңе істеуі, я өлтіріп қоюы, терезеден секіріп кетуі деген сияқты, ол уже психоз деңгейі. Сондай өте ауыр деңгей. Ол қай заманда да болған. Сондықтан да жаңағы ауыз әдебиетінде, киноларда, кітаптардағы сондай бір мыстан кемпір символы бар ғой, кішкентай баланы алып қашатын, кішкентай балаға атака жасайтын. Ол содан қалған нәрсе деп ойлаймын адамзаттың былай санасында, что әйелдер кейде сондай күйге ұшырауы мүмкін деген. Бұл жағдайдың 3 түрлі күйі бар. Біріншісі сондай бір мұңаю деп айтып жатады, baby blue деп жатады. Өйткені 9 ай ана бір күйде болды. Бойыңа бала біткеннен бастап сен бір шамалы армандайтын, бір қиялдайтын, мамалар бір көбінесе өзіме өзі қалып кететін, бірдеңе ойланып қалатын, және іші шыға бастаған кезде сол ішің сенің бір сондай бір бағалы бір бөлшегіңе айналды. Адамдар көз тиеді, бірдеңе деп айтады, саған тәттісін береді, саған орын береді деген сияқты сенің бір бөлшегің. 9 ай деген аз уақыт емес. Кейін босанғаннан кейін бір әрі кетсе бір 3-4 апта мама шамалы бір түрлі болып қалады. Жаңа іші жоқ. Мама екенің бірден көрінбейді деген сияқты. Плюс мама осы жерде бірінші рет өзінің идеальный, осыған дейін оның басында идеальный образ болған. Балам білмеймін, туғаннан бастап әп-әдемі болады, періште болады. Кез келген мамада өзінің баласына қатысты бір идеал образ бар. Сұрасаңыз, біреу айтады, ол тепті, ол футболист болады деген сияқты. Әйтеуір бірдеңе құрастырып аламыз. Немесе бұл ханның бидің ұрпағы, бұл бірден ерекше болады. Бірақ дүниеге келгеннен кейін біз тірі баланы көреміз, реальный баланы көреміз. Ол мүлдем біздің образымыздан басқа. Жаман емес, жақсы емес, просто басқа. Шамалы бізге сол екі образ бір-бірімен калибровка жасау үшін шамалы уақыт керек. Сол уақытты 3-4 апта дейді, baby blue дейді. Мамалардың шамалы қызық болып жүретіні. Бірақ қалыпты жағдайда ол кезеңнен өтіп кетеміз біз. Уже біз идеальный образға қарағанда мына баланы жақсы көріп тұрамыз. Қандай болса да, түрі. Кейін ол екінші ауырлау түрі ол депрессия. Депрессия неге болады? Егер осы уақытқа дейін сол әңгіменің, егер сіз тізбегін жақсы тыңдап келе жатсаңыз, уже түсінесіз, депрессия болады, егер маманың өзінің нәресте кезінде күтімі нашар болған болса. Оған ешкім қуанбаса, ешкім қасында болмаған болса. Немесе депрессия болады, егер мама жақын арада өзінің жақыннан айырылса, күйеуінен айырылса, мамасынан айырылса, екі қабат кезінде, әсіресе екі қабат кезінде жақыннан айырылған мамалар, олар толық қайғыра алмайды. Байқасаңыздар, оларға ортасы да айтады,
қатты жылама, қатты қайғырма, бүйтпе сөйтпе, жаңағы балаңа зиян келеді деген сияқты сол қайғыру процесін шегереді барлығы, өзі де шегереді. Бірақ оның ішінде бәрібір қайғырылмаған нәрселер қалып қойғандықтан бәрібір ол депрессия күйіне түседі. Ондай кезде мысалға терапияның ішінде болатын болса, кейде біз дәрілік көмек туралы ойланамыз. Ол анаға дәрі ішу керек шығар. Дәріде тұрған ештеңе жоқ. Егер ол жақсы психиатр болса, жақсы дозировка берсе, сол арқылы ол баласына жақсы мама болатын болса, дәріден қашпау керек деп ойлаймын. Депрессия деген үлкен үш белгісі іс-әрекет энергия деңгейінің өзгеруі. Мысалға, бұрын көп нәрсеге үлгерген адам қазір жатып қалды, ештеңе үлгермей қалды. Эмоциясы қатты өзгерсе, бұрын бір мүмкін жаңағы ортаның гүлі емес, қатты бір көңілді адам емес шығар, бірақ более-менее спокойный адам болып жүріп, қазір сондай бір үнемі сондай бір қапалы, сондай бір өзін жаман сезінетін, сондай бір шұңқырға түсіп кететін болса эмоциясы. Одан кейін ойдың өзгеруі. Адамдар психологияны тек қана эмоция деп ойлайды, жоқ, психология ол бірінші кезеңде ой. Адамның біріншіден қалыпты нәрселерге ойы жетпей қалуы. Біз қазір оны жаңа мамалардың ой ұмытшақ болып кетті деген айтып отырған жоқ, сол қалыпты нәрсе. Как раз мама шамалы біртүрлі болу керек, өйткені ол ересек деңгейде қалатын болса, ол өзінің кішкентай баласын түсінбей қалады. Біз сондықтан шамалы артқа регрессия жасаймыз да, шамалы басқа интеллектуальный жақтарымызды тоқтатамыз, ұмытшақ боламыз, ондай творческий болмаймыз. Зато сөйлемейтін баланы түсінуге шамалы кейін қайтамыз өзіміздің психикамызда. Ол жақсы нәрсе. Бірақ күнді шатастыру, бір ақпаратты шатастыру, үнемі бір жаман ойлар ойлау, ауыр ойлар ойлау, суицид жайлы ойлау деген сондай үш белгі осы депрессияның белгісі. Ал ең ауыр түрі жаңа айтып кеттік, ол психоз. Психоз уже галлюцинация. Ол адам айтады, мен бірдеңе естимін дейді, балаңды өлтір деп айтып жатыр маған, терезеден секіріп кет деп айтып жатыр дейді. Негізі әйелдердің жас аналар егер қасында көмекші болмаса, біздің негізі кейбір жерлерде әлі де сақталған ғой, қазақтың сондай бір дәстүрі 40-на дейін қасында болу, мамасы келіп, енесі келіп, ол өте жақсы нәрсе, өйткені мамаға поддержка керек, ұйықтап алуға. Ол физиология ол бір жағы, ол ұйықтап алсын, тамақ ішіп алсын деген бір жағы, психикалық жағынан. Өйткені өте қорқынышты психикалық жағынан, ана кішкентай бала бірдеңе болып қалама деген уайым бір адамға өте ауыр. Ал егер сенің қасында өмір көрген, сенімді, өзінің балалары өскенін көрген, демек, мен өлтіріп алмай балаларымды өсіре алатын жақсы адаммын деген бір сенімі бар адамның қасында болғаны, ол уже психологиялық көмек. Осындай көмегі жоқ аналардың негізі 90% галлюцинация көреді. Болмағанды естиді, көрмегенді көрген сияқты болады, көзіне бірдеңе елестегендей болады. Бұның барлығы сол жаңағы психикалық истощениеден плюс физиологиялық истощение, ұйқыңның бұзылуынан деген сияқты. Сондықтан барынша жаңа туған әйелді жалғыз қалдырмауға тырысу керек деп ойлаймын, мүмкіндік болғанша. Ал егер амалдың жоғынан өзі жаңағы күйеуі бөпесі ғана тұратын болса, онда күйеуінен көмек сұрап, ұйқысын қандырып. Менің ойымша барлық күйеулерді, мүмкін аналарға керек емес шығар, алдын ала оқытып, өйткені олардың сондай бір табиғи процестеріне зиян келтірмеуіміз үшін. Бірақ ер адамдарға сондай бір тренинг өтіп алса, әйел адамда осындай болады, ол мынадан қорқады, бала деген мынандай болады, бала деген білмеймін, ол тек қана пысылдап ұйықтай бермейді, оның іші ауырады, ол жалпы ауырады бала, өйткені көп ер адамдар баланың ауырғанының тревогасына шыдамайды, әйеліне атака жасай бастайды, неге ауыртасың деген сияқты. Егер сондай бір базалық білім болса ер адамда, олардың отбасылық өмірі более-менее спокойный болар еді деп ойлаймын. Өйткені ажырасуда көбінесе осы балалы болғаннан кейінгі кризисте дұрыс еңсермеуден болады. Балаға дейін тым жақсы өмір сүріп жатты, бала келді, отбасылық жүйеде бірдеңе өзгерді, сол нәрсе жиналды, арада измена болды, тағы бірдеңе болды, содан кейін барып адамдар ажырасып жатады. Жалпы жаңағындай депрессияда немесе одан да ауыр жағдайда жүрген егер жас аналар болса,
онда ол кісілер өзгелерден көмек сұрауға ұялмау керек, иә. Психологқа бару керек, жақсы психолог болғанда психотерапевт, терапиямен айналысатын. Өйткені жаңа айттық қой басында, психологтың кейде білімі жетпеуі де мүмкін, көрмеуі де мүмкін не болып жатқан. Психотерапевт плюс психотерапевт егер психиатрға жолдаса, бәрі қарай алса әйелдің жағдайына, онда жақсы болушы еді, Мгм. Сосын мынандай жағдайлар болады. Баласы мектеп бітіріп жатыр, немесе үлкен, одан да үлкен жаста, бірақ аналар балаларымен дұрыс қарым-қатынас орната алмайды. Қандай да бір себеппен баласын қалдырмай бірге өсірген болса да, сондай аналар балалармен бірге отырып ашық сөйлесуге қымсына ма, әлде білмеймін не кедергі болатындығын, осындай жағдайдан қалай шықса болады? Бала мен ананың ортасында ешқандай түсінбестік болмас үшін қарым-қатынасты қалай жөндеу керек? Аналар немесе балалар қадам жасау керек па аналарына қарай? Бұл енді жасқа да байланысты. Бұған дейінгі болған қарым-қатынастың түріне байланысты. Өйткені қараңыз, бір жағынан біз айтамыз, баламен сөйлесу керек, айту керек деп. Бірақ кейбір аналар осындай бір ашық сөйлесу дегеннің шекарасын сезінбей жатады. Ашық сөйлесу деген онымен жаңа партнерлары туралы сөйлесу, әкесімен интимный қарым-қатынас туралы сөйлесу, әкесімен жаңа сен әкең маған измен жасады, сосын мен оны тастап кеттім, ол деген оңбаған деген сияқты әңгімелермен шатастырып жатады деген сияқты. Немесе жаңа баласына атака жасайды, маған айт, кіммен жүрсің, кіммен сөйлестің, кім саған не деді деген. А бала оны бір жақындық деп сезінбейді, ол бір жақсы байланыс деп сезінбейді, керісінше бір атака деп сезіне ма, маған одан сайын мені бұрышқа тақап, маған кеңістік қалдырмай жатыр, мені тұншықтырып жатыр деп сезінуі мүмкін. Сондықтан осындай бір ашық сөйлесу дегенде де аккуратны болу керек. Кейде біз әсіресе жасөспірімдерге мүмкін баланың мінезіне сай қатты оған кіріспейміз, бірақ жанында жүреміз, айтамыз. Егер бірдеңе болып жатса, айт. Және келесіде бірдеңе болған болса, шынымен де біз байбалам салмаймыз, ұрыспаймыз, барынша адекватны болуға тырысамыз. Соның өзі балаға үлкен көмек. Бірдеңе болса барамау деген нәрсе. Ал жаңағы психолог айтты екен деп, оны отырысып қойып, жағасына жармасып, ашық сөйлесейік деген кейде зорлықтың да бір түрі болуы мүмкін. Өйткені кейде мамалар, көбінесе жалғыз өсіріп жатқан мамалар мүмкін сондай бір интимності, сондай ашықтықты қатты бір зорлық түрінде де пайдаланып кетуі мүмкін. Өйткені кішкентай кезінде мама керек, ал жасөспірім кезде, одан ересек кезде мүмкін оларға көбінесе достар, сырттағы адамның бір сондай қолдауы, тренерлердің мақтағаны, мұғалімнің көзіне түскені деген сияқты, ол да өте бір маңызды өмірдің кезеңі болуы мүмкін. Ондай кезде мамалар қызғанбау керек. Кейде мамалардың сондай саналы бейсаналы түрде қызғанышы оянып кетеді да, сондай жақсы қарым-қатынасы бар, спорттан алып кетеді оны, ана мұғаліммен ұрсып қалады. Тым жақсы жүрген үйде көмекші қызды жұмыстан шығарып жібереді деген сияқты қызғаныштан. Бірақ енді оны адам өзі байқамайды, қызғаныштан істеп жатым деп. Ол адам бәрібір бірдеңе тауып алады. Анау бағасын өсіріп жібереді, ана көмекші қыз өтірікші, анау бірдеңе екен деп, сондай бір жақсы логикалық байланыс тауып алады, жұмыстан шығарып жібереді. Бірақ егер ол адам терапияда болатын болса, мүмкін ол байқар ма еді. Ол шыдамай жатыр. Баласының басқа адаммен жақсы қарым-қатынас құрып келе жатқанына шыдамай жатыр. Енді мысалы адам өзіне терапия керектігін жоққа шығарса, өзіне терапия керек, бірақ керек емес деп солай жоққа шығарса, сондай кісілерге қандай кеңес айтасыз? Біз оларға тиіспейміз. Шынымен керек емес шығар. Бірақ жаңағындай жағдай сырт көзге көрініп тұр, бұл кісіге бір терапия керек сияқты бір. Енді ол тыңдамайды ғой оның бәрібір. Өзі қалауымен келу керек. Шамалы өзі қиналу керек, шамалы өзі іздеу керек, бірдеңелер уайымдау керек. Содан кейін барып келсе, ол шыдайды. Өйткені терапия ол кәдімгідей қиын жұмыс. Біз ойламауымыз керек, бізге клиент келді, сосын біз оны отырғызып қойып, сен сондай әдемісің, мықтысың, молодец, бәрін шаш, ештеңеден тоқтама деп біз оның басынан сипамаймыз.
өте ауыр процесс ол. Біз ауызбен айтпасақ та адам бірте-бірте ойланып, өзі туралы өзі білгісі келмейтін кейбір нәрселерді білуі мүмкін, кейбір өзіне ұнамайтын сезімдерін ашуы мүмкін. Оказывается, ол ата-анасына ашуланатын кездері болады, оның баласына ашуланатын кездері болады. Ал кәдімгі өмірде ол қандай қиын мойындау. Біз ондайды мойындағымыз келмейді ғой. Біз жақсы бала болғымыз келеді, жақсы мама болғымыз келеді, жақсы жаңа партнер болғымыз келеді. Ал терапияның кезіндегі сондай бір шындық көп адамға ұнамайды. Ал ол нәрсеге шыдау үшін адамда мотивация болу керек. Шыдаймын, мен осы жолды жүріп өтем, осы психологпен жұмыс істеймін, осы жерге келем, ақша төлеймін деген мотивация болу керек. Ол мотивация қайдан болады? Егер ол қиналғанын сезсе, осыған дейін мен қиналдым, енді қандай болса да мен қазір шыдайын деп. Ал егер біреу оны жеркелеп алып келсе, ол модаға ілесіп келсе, біреудің көндіруімен келсе, ол шыдамайды ол нәрсеге, оның ішкі мотивациясы жетпейді. Ашылмайды да деңізші. Ол уақыт өте келе неше түрлі сылтау табады. Уақытым жоқ дейді, ақшам жоқ дейді, неге қымбат дейді, мына психолог дұрыс емес дейді. Бірақ енді мен айтпаймын барлық психологтар жақсы деп. Шынымен кейде дұрыс емес психологтар болады шығар. Дұрыс психологты қалай таңдау керек? Білмеймін, маған қиын бұл сұраққа жауап беру, өйткені бір жағынан дипломға қарау керек деп айтамыз, бірақ диплом алу қазір ондай қиын да емес сияқты. Психологиядан хабары жоқ, басқа мамандықтағы адам кейбір нюанстарды көрмейді де, сезбейді де, ол білу міндетті де емес. Білмеймін, енді мүмкін рекомендация шығар. Біреу барып жүрсе, сосын ол адамға жазса, ол адам өзінің әріптестерін ұсынса, мүмкін сол арқылы бір табуға болады шығар. Енді сіз өзіңіз психотерапевт ретінде өзіңіздің психологиялық деңгейіңізді қалай ұстап тұрасыз? Біз өзіміз жеке терапияға барамыз, жеке анализге. Қараңыз, психоанализде терапия деген бар, анализ деген бар. Аптасына 1-2, кейде 3 рет ол терапия ғана болуы мүмкін. Анализ ол 4-5 рет аптасына. Біз анализге барамыз, психоаналитигімізге. Плюс супервизия деген бар. Супервизия деген біз мына жақта бір адаммен жұмыс істедік, бірақ біз ол адаммен өз білгенімізше, өз түйсігімізбен, жаңағы маған осылай дұрыс сияқты деп жұмыс істемейміз, біздің супервизорымыз болады. Біз сол супервизорға протоколын жазып, жаңағы сессияның адамның аты жөнін жасырып, қандай да бір нелерін, мағлұматын жасырып, бірақ енді ол супервизорлар әдетте бізде шетелдік адамдар. Біз солармен жұмыс істейміз. Мына жерде сенде қандай қате бар, мына жерде қандай мәселе бар, мына жерде не болуы мүмкін, мынау не деген. Жылдар бойы бір супервизормен жұмыс жасаймыз. Кейін ол біздің де темпімізге үйренеді, біз де ол адамның темпіне үйренеміз деген сияқты. Жалпы психолог болуда бір үлкен төзімді, шыдамды талап ететін сияқты. Осы нәрсенің барлығын 1 жыл емес, 2 жыл емес, 7 жылдап, 8 жылдап, 10 жылдап жасау үлкен шаруа. Әсіресе біздің қазіргі қоғамда, бір күн біреу нумеролог, екінші күн ол астролог, үшінші күн таролог. Сондай заманда меніңше 1 жылда келе жату ондай бір жақсы нәрсе сияқты. Жалпы мен өзім психологқа барып көрмеген екен, бірақ та біздің ойымызша бір кеңес береді, одан кейін кетеміз деген сияқты ойлап жүрген ғой. Ал негізінде олай емес, оның артында үлкен жұмыс жатыр екен. Сіздердің де ары қарай баратын, кеңесетін ұстаздарыңыз болады екен. Өте қызық нәрсе екен. Көп рахмет сізге. Соңғы бір сұрақ қойсам, өзінің психикалық жағдайын жақсартқысы келетін адамдарға қандай кеңес айтасыз? Психологтан басқа ғой, психологқа, терапияға барудан басқа. Біз айтамыз, бір адаммен тұрақты қарым-қатынаста адамды емдейді, өсіреді. Мысалға, жайлы, бір-бірін түсінетін 2 адам кездессе, бірге тұрса, семья болса, немесе жүрсе, ол ұзақ уақыт болса, 3 жыл болса, 4 жыл болса, оның өзі адамды тынышталдырады. Кейде адамдар айтып жатады, бұрын мен қандай едім, сені жолықтырғаннан кейін мен өзгердім, сен мені өзгерттің, сен маған үйреттің, сен мен бір тыныштық таптым деген сияқты. Ол да бір жақсы нәрсе ғой, адамның сондай ішкі тревогасын басу. Яғни
кішкентай кезінде мүмкін нәресте кезінде кейбір бір ала алмаған моменттерін бәрін алу мүмкін емес өскеннен кейін, бірақ кейбір моменттерді осы бір тұрақты адам бір ізді, бір сөзді, бүгін андай ертең мындай емес, сол адам сол болмысымен де адам бізге көмектесуі мүмкін. Сондықтан ұзақ уақыт қарым-қатынас көмектеседі. Бірақ енді кейде адамның өзінің психикалық жай-күйі қиын болып жүрген кезде оған ондай бір жайлы тұрақты адамды кездестіру де қиын. Онда кейде жұмыс көмектеседі, бірақ тұрақты тоже бір 4-5 жылдап, 10 жылдап. Кейде адам ол жұмыс орнынан бір өзіне бастық табады жақсы, бір содан әкелік образ көре ма, ол әкелік образ деген жалпы не, ол бізге бір тәртіпті, дисциплинаны, сондай жүйені үйрететін образ ғой, әкенің образы. Заңға бағынуды үйренетін. Өйткені біз көп ересек адамды білеміз, заңға бағынғысы келмейді. Адами заңға бағынғысы келмейді, психикалық заңға бағынғысы келмейді, иерархиялық заңға бағынғысы келмейді. Соның әсерінен олардың өмірінде неше түрлі проблемалар болып жатады. Ал бір орында сөйтіп жұмыс істеу, ол да адамға көмектеседі, тұрақтылық береді. Жалпы бір нәрсені тұрақты істеу, ол бір кірпіш сияқты да, сол кірпіш, хотя бір сол кірпіш қаланса, жан-жағында басқа нәрселер де пайда бола бастайды. Кейде адамдар айтып жатады, маған спорт көмектесті дейді, мысалға. Пәлен жыл болды, таңертең жүгірем, сол жүгірген кезімде жақсы ойланам деген сияқты. Неге сол нәрсені бағаламасқа? Бәрібір барлық адамға психолог жетпейді, барлық адам психологқа бармайды, мүмкін бармағаны да жаман емес шығар. Бірақ бәрібір адам жаңа өмірлік күші, адамның ішіндегі өмірлік күші оны бірдеңеге алып келеді. Адамды сүйреп жүріп, спортқа алып келеді, жақсы жұмысқа алып келеді, жақсы партнерға алып келеді. Кейде мүмкін сол нәрсені де бағалау керек шығар. Адам сонда өзі жаны неден ләззат алатынын, қай кезде тыныштық табатынын өзі бүйтіп іздеп жүріп табу керек. Мүмкін күн сәулесінен бақыт табады деген сияқты. Жақсы, керемет. Мынандай бір қызық сұрақ келіпті оқырмандардан. Адамдар неге өтірік айтады дейді? Бұны енді жаңағы психикалық аппарат туралы айттық қой. Психикалық аппараттың бірнеше деңгейі бар. Төмен деңгей, орташа деңгей, жоғары деңгей деген сияқты. Сол деңгейге қарап та айтуға болады. Кейбір адамдар патологиялық түрде өтірік айтады, олар сезінбейді. Өтірік не, шын не сезінбейді, плюс бір өзінің артында алаяқтығы болады, сол адамға бір жамандық жасаймын деген. Ол бір деңгей. Кейде адамдар сол өтірікке өздері сенеді. Мысалға, өткір қатты ауыр психоздағы адам мен Иисуспын десе, ол оны өтірік деп айтуға бола ма? Ол өзі сеніп тұр оған. Ол бізді бір шаңғап тұрып кетейін деп тұрған жоқ. Өзі сеніп тұр, ол айтып тұр, мен Иисуспын деп. Ол адам әрине арнайы жерлерде ем алады, дәрі ішеді. Ол бір өтіріктің бір түрі. Бір психикалық аппараттың азды көпті бір жоғары деңгейіндегі өтірік кейде бізге адаптацияға көмектеседі. Мысалға, біреу шынын бір айтты, ол айқайлады, біреу оған. Тағы бір рет шын айтып еді, тағы бір рет айқайлады оған, сенікі дұрыс емес, сен неге олай істейсің деп. Келесіде не істейді ол адам? Үйінде бәрі тыныш болсын деп өтірік айта салады. Мысалға, достарыммен жұмыстан кейін кездестім деп айтпайды, бастық ұстап қалды дейді. Ол да тыныш, мен де тыныш деген сияқты. Ол да бір өтіріктің бір түрі. Сондықтан мәселе бір өтірікте емес шығар, мәселе бір мотивте шығар мүмкін, мотивте, ол адам қаншалықты бағалап тұр, ол нәрсені. Кейде біз өтірік айтамыз, бірақ артынан өзіміз өкініп қаламыз, неге айттым? Кейде өтірік айтамыз, мүмкін байқамаймыз да өтірік айтқанымыз. Сондай бір әр адамның ішінде шешу керек, мүмкін сондай моральный мәселе шығар. Анандай бір сөз бар ғой, қорқақ адамдар өтірік айтады деген ше. Мүмкін. Мен қорықпаймын, сол үшін барлығына шындықты айтамын деп. Сая ханым, мен сізді өте құрметтеймін, бағалаймын, оқырманыңыз ретінде уже бірнеше жыл болды сіздің парақшаңызды оқып жүргеніме. Сондай білімді азаматша екеніңізді білгендіктен оқырмандармен өзінің білімімен бөліссінші деп арнайы сізді сұхбатқа шақырдым. Келіп, өзіңіздің біліміңізбен бөліскеніңізге шын жүректен алғысымды айтамын. Алғыс хатымыз сізге естелікке. Көп рахмет. Көп рахмет сізге де.